1994 жылдың 30 сәуірінде екі адам жергілікті әуежайға келіп, ұшу үшін шағын бір моторлы Cessna ұшағын жалға алды. Олар көрген қызықтарын камераға түсіруді шешеді. Бірақ содан кейін бұл бейне олардың өлімінің басты дәлелі болады деп ешкім ойлаған жоқ. Ұшақ ауада және ауыл шаруашылығы аймағының жазықтарына жақын ұшады. Қолында камера ұстаған адам жердегі өндірістік нысандарды түсіреді. Келесі фрагментте ұшақтың кабинасы көрінеді. Тергеушілердің айтуынша, барлық құрылғылардың көрсеткіштері қалыпты болыпты. Бір сәтте олар төменде өртеніп жатқан аймақты байқап, оны жақыннан түсіру үшін төмен түсуге шешім қабылдайды. Ұшақ жерге өте жақын орналасқан, шамамен бірнеше метр ғана биіктікте. Содан кейін ұшқыш солға аздап бұрылып, қозғалтқыштың айналуын арттырады. Осы кезде олар өз өлімдеріне ұшып бара жатқанын білмеген еді. Төмен биіктікте қозғала отырып, ұшқыш тікелей бағытта орналасқан электр желісін байқайды. Бір сәтте жазбада электр желісінің тірегін көруге болады. Ұшақ автомобиль жолының бойымен өтетін электр желісіне перпендикуляр жүрді. Ұшқыш қасындағы жігіттен сымдардың астынан өтейін бе немесе үстінен өтейін бе деп сұрайды. Ол болса үстінен деп жауап береді. Шешім қабылданғаннан кейін ұшқыш биікке көтерілу үшін рөлді өзіне қатты тартады. Ұшақ жоғары көтеріліп, аспанда тіп-тіке болып қалықтайды. Осылайша көтергіштің күрт төмендеуіне байланысты ұшақ тоқтап, жерге құлады. Ұшқыш пен оның жолаушысы көз жұмды. Апат фактісі бойынша тергеу жүргізіліп, ұшақтың техникалық жағдайы жақсы екендігі анықталды. Ал ұшқыш пен жолаушының денесінде алкоголь немесе тыйым салынған заттар табылмады. Апаттың себебі ретінде биіктікке көтерілу кезінде ұшақтың абайсызда тоқтап қалуы аталды. Қайғылы жағдайға әкелген негізгі фактор төмен биіктікте ұшу. Бұл ұшақты тоқтап қалудан шығару мүмкін болмады. Сонымен қатар тағы бір фактор ұшқыштың мінез құлқы еді. Осындай өлім оқиғасы 1984 жылы 10 тамызда Колорадо штатында болды. Сол күні Cessna ұшағы Гренби әуежайынан ұшып кетті. Бортта екі адам болды. Ұшқыш Джеймс Уэндел және жолаушы Рональд Уилсон. Олардың ұшу мақсаты түсініксіз. Өйткені әртүрлі ақпарат көздері қарама-қайшы ақпаратты көрсетуде. Бірінші нұсқаға сәйкес, олар орман шаруашылығы департаментінің тапсырмасымен жүздеген гектар орманды жойып жіберетін зиянкес қоңыздардың әрекетін видеоға түсіру тапсырмасын орындады. Екінші нұсқа бойынша, олар Каннел мұнай компаниясымен келісімшарт аясында ауа құбырларын тексерген. Қалай болғанда да, ұшақ әуежайдан аман-есен шықты. Бірақ ол ешқашан межелі жерге жеткен жоқ. Жоғалған Cessna ұшағы мен борттағы екі ер адамның қалдықтарын 1987 жылы 3 тамызда туристер тобы қоқыс арасынан тауып алады. Апат орны 3 жыл бұрын Cessna жоғалып кеткен сол географиялық аймақтағы тығыз орманды жотаның баурайында болды. Ұшақ дәл апаттық таратқыш бетімен құлағандықтан
құтқарушыларды шақыру мүмкін болмады. Сондай-ақ апаттан кейін өрт басталғаны анықталды, бірақ ол тез сөніп қалды. Бұл ұшақ жоғалғаннан кейін көп ұзамай жүргізілген әуе іздеулерінде құлау орнын анықтауға мүмкіндік бермеді. Екі адамның қалдықтарынан басқа қоқыстардың арасынан бейнетаспа да табылды. Бір таңғаларлығы, апаттан соң бейнетаспаға түк те болмаған. Қайтыс болған ұшқыштың отбасы жазбаны көпшілікке көрсетуге тыйым салды және кадрларға 20 жылдық мораторий жазылды. Яғни, алдағы 20 жыл видео таратылуға рұқсат жоқ. Оның мерзімі 2009 жылы аяқталды және қайта енгізілмеді. Сондықтан, мен мінекей сол видеоны тауып, сіздерге көрсетпекшімін. Жазбада ұшқыш биік жердің үстінен ұшып жүр. Бір сәтте ол тұзаққа түсіп қалды. Ол таудың қарлы беткейлерін көрді. Бұл дегеніміз, олар таудың нағыз суық жағында жүр. Тәжірибелі ұшқыштар оған қарай тіке ұшпау керектігін үнемі айтып отырады. Бір таңғаларлығы, ұшақ 3100 метр биіктікте тұрса да, температура, ылғалдылық және тығыздықтың әсерінен бұл көрсеткіш 4000 метр биіктікпен тең болды. Осы кезде ұшақ максимал биіктігіне жетті және жоғары көтеріле алмады. Ұшақ енді көтерілмейтін түсінген ұшқыш дүрбелеңге түскен сияқты. Ол тез бұрылуға тырысып, рөлді оңға қарай бұрады. Осы кезде әуе кемесі көтергіш күшін жоғалтады және де тоқтап қалады. Ұшқыш жағдайды түзетуге тырысқанымен, ақыр соңында ағаштарға тиіп, ол апатқа ұшырайды. Апаттың себебі ұшқыштың қателігі болып табылды және бұған басты фактор тығыздықтың өте үлкен биіктігі мен таулы аймақтар. Осымен видеомыз аяқталды. Достар, бізді қолдау мақсатында лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Және де комментке видео туралы пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.